Гонконг – әлемдегі ең бай қалалардың бірі. Азияның ең ірі қаржы орталығы және оңтүстік Қытайдың маңызды сауда-көлік торабы ретінде әлемге әйгілі қалалардың бірі. Осы қаланың ең бай отбасыларының бірі біздің бүгінгі кейіпкеріміз Эбби Чойдың отбасы еді. Эбби Чой 28 жастағы сұлу, бай, табысты, жас, атақты модель, мода әлемінде өзінің ерекше үлгілер қалыптасуымен танымал болған блогер. Эбби Чойда бәрі болды. Отбасы, күйеуі, 4 баласы, керемет үйі, жеке жүргізушісі. Эббидің әлеуметтік желіде 100 000 жазылушысы бар жеке парақшасы болды. Сондай-ақ Эбби Чой атақты сән журналының мұқабасында басылымдарға шығып тұратын. Эббидің өзі бай кәсіпкердің отбасында дүниеге келген және үлкен қызы болған. Сондай-ақ Эббидің тағы 2 сіңлісі болды. Оның әкесі өзінің үлкен байлығын инвестициядан тапты. Чой отбасы өте бай және Қытай материгінде құрылыс бизнесін жүргізетін еді. Эбби өзінің бірінші күйеуі Алекс Конгпен мектепте танысқан. Олар бірге оқыды және бір партада отырды. 18 жасында олар үйленді. Дегенмен Эббидің ата-анасы бұл үйленуге қарсы болды. Эбби Алекспен некеде 2 бала туды, бірақ 3 жылдан кейін олардың қарым-қатынасы бұзылып, ерлі-зайыптылар ажырасып кетті. Әйелі де, балалары да оны қызықтырмады. Ол әйеліне мүлдем көмектеспеді және балалар тәрбиесіне қатыспады. Құмар ойындарға қызығушылық танытты. Ол жұмыс істегісі келмеді, әйелінің ақшасына шалқып жүре бергісі келді. Ажырасқанына қарамастан қыз бұрынғы күйеуімен ортақ балаларына бола жақсы қарым-қатынаста болып қана қоймай, оған және оның отбасына қаржылай көмектесті. Оның әкесіне қымбат престижді ауданнан үй сатып алып береді. 2016 жылы Эбби екінші рет тұрмысқа шығады. Оның күйеуі Крис есімді жас жігіт болды. Ол бай және табысты адам, ең бай өнеркәсіптік магнаттың ұлы, Гонконгтың ірі және танымал мейрамханалар желісінің негізін қалаушы болды. Криспен некеде Эббидің тағы 2 баласы дүниеге келді және Эббидің айтуынша ол өте бақытты әйел болған. Эбби Чой 21 ақпаннан бері көрінбейді. Қосалқы жүргізушісі болып жұмыс істейтін Эбби Чойдың қайынағасы оны жұмысынан алып үлкен қызына мектепке апаруы керек еді. Алайда сол күні қызды ешкім алып кетпеген. Полицейлер Чойдың қайда кеткенін, оның көлігінің GPS деректерін, сондай-ақ жол бойындағы бейнебақылау камераларын тексеру арқылы анықтады. Деректер оларды Тайпо округіндегі қала маңындағы аймаққа барады. Бұл тыныш аймақ велосипедпен жүруге, серуендеуге және достарымен барбекюге кездесетін, қаланың қарбалысынан алыс уақытын өткізгісі келетін гонконгтарға танымал жер еді. 24 ақпанда полиция Тайподағы 3 қабатты үйге рейд жүргізді. Ішінде 300-де жиһаз болған жоқ. Қылмыскерлер пәтердің қабырғаларын кенеппен жауып тастаған. Оқиға орнынан кескіштер, ет тартқыш, электр арасы, қорғаныс киімдері және Чойдың сөмкесі табылды. Тоңазытқыштан әйелдің аяқтарының бөліктері табылды. Кейін сараптама анықтағандай, қыздың басы мен денесінің басқа бөліктері көкөніс салынған 2 үлкен қазанда қайнатылған. Марқұмның денесі мен қолдары әлі табылған жоқ. Полицейлер зират пен жалдамалы үйдің жанындағы беткейлерді тінтісе, ал сүңгуірлер су жинау аймағындағы қалдықтарды іздеді. 3 күн бойы 120 полицей қызметкері қылмыс аймағынан қоқыс шығарылатын полигонды тексерді. Полицейлер 5 метр тереңдікте көлемі футбол алаңында аумақты тінткен, бірақ ештеңе таппады. Чойдың бұрынғы күйеуінің отбасы алдын ала ойластырылған және жақсы жоспарланған деп сипатталған кісі өлтірді деген айыппен қамауға алынды. Алдымен қамауға алынғандар 65 жастағы әкесі Хуан Хао және Чойдың жүргізушісі болған үлкен ұлы 31 жастағы Энтони Хуан болды. Олар қылмыс болған жердің жанында зираттан үлкен пакеттермен көрінді. Хуан Хоу зейнеткер полиция қызметкері, ол 2005 жылы қыз зорлады деп айыпталған соң жұмысынан босатылған. Болжам бойынша ол кісі өлтіруді идеологиялық ұйымдастырушы болған. Олар үлкен ұлы Энтони Хуанмен бірге тұрған. Туыстарының қамауға алынған білген Чойдың бұрынғы күйеуі 28 жастағы Алекс Хуан жылдам қайықпен қаладан қашпақ болған. Полиция оны Персте тоқтатты. Алекс Хуанды тұтқындау кезінде 500 000 Гонконг доллары, қолма-қол ақша мен 4 миллион Гонконг долларын құрайтын бірнеше жұп сағат табылды. Кейін белгілі болғандай, кіші Хуан 2015 жылдан бері қашып жүрген. Ол кісі өлтіруден басқа 2013-2015 жылдары орын алған 7 ұрлық бойынша айыпталған.
Жұмыссыз Алекс Хуон зейнеткер анасымен бірге тұрған 63 жастағы Дженни Ли тергеу кезінде дәлелдерді жойды деген айыппен сот тергеуіне кедергі келтірді деген айып тағылды. Полиция әзірге әйелдің кісі өлтіруге дайындыққа қатысқанын білмей отыр. Жақын достарының айтуынша, Эбби өзінің бұрынғы туысқандарына жомарт және жанашыр болған. Оларға қаржылай үнемі көмектесіп тұрған. Сонымен мұндай қатыгездікпен кісі өлтіруге Гонконгтың элиталық аймақтарының бірі Коулунда орналасқан миллиондаған долларлық мүлік себеп болған. 550 шаршы метрлік пәтер резиденциясында Эбби Чой 70 миллион Гонконг долларына сатып алып, оны қайнатасының атына тіркеді. Чойдың жылжымайтын мүлік бизнесімен айналысатын танысының айтуынша, пәтер тек инвестиция үшін сатып алынған, ал Чой оны сатпақ болған. Сонымен бірге ол бұрынғы күйеуінің отбасына басқа үй сатып алуға уәде береді. Үйді сатып алушылардың пайда болуы және престижді үйден айырылуды Хуон отбасына ашуландырады. Осы себеппен Чойдың бұрынғы күйеуі осындай қылмысқа баруды ойластырады. Эбби Чой бұрынғы күйеуінің отбасымен өте жақсы қарым-қатынаста болған еді. Ажырасқанына қарамастан, Эбби Чой бұрынғы күйеуінің отбасына үнемі ақшалай көмек беріп тұрды. Эбби Чойдың артында 4 баласы қалды. Алекс Хуон 2 үлкен баланың әкесі болды. Олар қазір Чойдың анасының қамқорлығында. Қалған 2 бала Гонконгтағы әйгілі Тамджан мейрамханалар желісінің негізін қалушы ұлы Крис Таммен бірге болған. Модельдің бұрынғы күйеуі 28 жастағы Алекс Квон, оның 31 жастағы ағасы Энтони және олардың әкесі 65 жастағы Квон Хауға Чойды өлтірді деген айып тағылды. Қазіргі таңда сот әлі күнге дейін жалғасуда. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды